Егер балаңыз н және ң дыбыстарын шатастыратын болса, онда төмендегі жаттығуларды жасатуыңызды сұранамын. Ең біріншіден бала н және ң дыбыстарының айтылуын жақсылап меңгеруі керек. Ол үшін артикуляциялық жаттығуларды пайдаланыңыз. Бала н және ң дыбыстарының айтылуын меңгергеннен кейін осы дыбыстардан басталатын буындармен жұмыс жасатыңыз. Мысалы, на буынын естігенде бала бас бармағын жоғары көтереді, ңа буынын естігенде бала бас бармағын төмен қарай түсіреді. На, ңа. Бала н және ң дыбыстарының айтылуын жақсылап меңгергеннен кейін жазылуына көшеміз. Ол үшін төмендегі жаттығуларды жасатыңыз. Жоғалған әріптер. Төмендегі сөздерге н және ң әріптері